Сәлем барлықтарыңызға. Нағыз турецкий чечевичный сорпа дайындайтын боламыз. Бұл сорпаның дайындалу рецебі өте қарапайым, құнары жағынан, бірақ өте пайдалы, витаминге толы сорпалардың бірі. Көріп тұрғандарыңыздай 2 пиязды осылай майдалап турап аламыз. Сосын бізге қажет болады 4-5 штук сәбіз, сосын 5-6 штук картошка. Сәбіздерді де осылай майдалап турап аламыз. 5-6 орташа картошканы да дәл осылай турап аламыз. Ендігі кезекте бізде болгарский керек болады. Менде қысқа деп дайындап қойған осындай болгарскийларым бар екен. Осыны жуып алып турап алдым. Разницасы жоқ. Свежий болса да, немесе осындай морозильникте мұздатылған болгарский болса да жарай береді. Осындай 2-3 штугін турап алған соң, аздап сұйық майға бір 50 грамдай сары май қосамыз. Барынша сапалы сары май болса, тамақтарыңыз өте керемет дәмді болып шығады. Пияз бен сәбізді қосып қуырып аламыз бір 4-5 минуттай. Жұмсарып қуырып алған соң, оның үстіне бағана турап алған картошкамыз бен болгарскийні қосамыз. Аздап қана тұз қосып, бір 10-15 минут қуыратын боламыз. Мінекей, көкөністерімізді жұмсарып, әдемі болып қуырылып алды. Енді осыған томат қосамыз. Менде үй жағдайында дайындалған томат болғандықтан көбірек қостым. Егер базардың томаттары болатынса, бір қасық жеткілікті. Өздеріңіз ұнатқан, қалаған приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Осы жерде тұзын нормасына келтіріп, су құйып, қайнатып аламыз. Асын жайлап, орташа отпен қойып, әбден көкөністер піскенше пісіріп аламыз да, сосын алдын ала жуып дайындап алған чечевицамызды саламыз. Ескеретін жайт, сорпа қатты сұйық болмау керек, қатты қою да болмау керек. Орташа осындай қойлықта болу керек. Чечевица салған кезде мен барлығын көз мөлшерімен салдым. Ешқандай граммен өлшеген жоқпын. Енді осыны осылай орташа отпен чечевицаны пісіріп аламыз. Мінекей, чечевица піскен кезде осылай бетіне көбіктер шығады. Көбіктерін алып, сорпамызды тазартып аламыз. Енді астын өшіріп, кішкене сорпамыз тынғанын күтеміз да, сосын оны блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Негізі чечевица өте тез жылдам піседі. Көп уақыттарыңызды алмайды. Мінекей, тынған соң енді блендермен бір қалыпқа келгенше ерінбей, бір орташа немен, скороспен әдемілеп езіп алыңыздар. Міне сорпамыз дайын болды. Енді осы сорпаның қазанда тұрған бетінде бір жарты лимонды согын сығып жерсеңіздер болады, свежий лимонды, немесе мен сияқты әркім өзі қалағанша қосатындай етіп, осындай қасына лимон мен тартсаңыздар өте әдемі. Ас болсын.